Аймақларды социалдық-экономикалық рауажандыру, камбағалықты қысқарту, халықтың бәнтілігін тәмелеу һәмде инвестициялық жойбарларды әмелге асыру бағдарында президентіміз тарапынан белгілеп берілген вазипалардың орылануы Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесі бастығының қадағалауында. Нәубеттегі үйренулер объекті Төрткүл районы болды. Хош районда қандай жаңа іспермелік субъектілері шөлкеместірілді, халық үшін қандай қолайлы тұрмыслық шараятлар жаратылып жатыр. Белгіленген дәрежелердің орылануы қай дәрежеде һәм қандай кемшіліктерге жол қойылған, сөз хабаршымызға. 2025 жыл давамында Төрткүл районын социал-экономикалық жақтан рауажландыру һәм халықтың абадалығын арттыру мақсатында бірқатар инвестициялық жойбарлардың әмелге асырылуына, ісперлемелік субъектілердің шөлкеместірілуіне ітібар қаратылды. Нәтижеде көплеп карханалар жаңадан жұмыс басылады. Атап айтқанда, Шадлық ауыл құралар жиыны аймағында шөлкеместірілген шаңырақлық кархана ұсулар қатарында. Гүзар жол бойында бой көтерген сауда комплексінде бірқатар сауда һәм қызмет көрсету түрлері жолға қойылған болып, Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің басшылығы Аманбай Орынбаев районды үйренулер барысында бұл жерде жаратылған шараятлар менен жақыннан танысты. Бұл жерде сауда орындарынан тысқары тігушілік цехы, 40 орынлық мейманхана, 30 орынлық клиника, дәріхана, киберспорт, фитнестен басқа да спорт майдалары, көззалық салоны, сондай-ақ электромобильдерді қуатлау шақапшасы іске түсірілуі мөлшерленген. Bir yıl oldu. Özünü tayarlanan satıp aldık bize. Sentyabr ayında şu birinci bitoy texnika işe düştü. Ondan bir-iki ay keyin dekabr aylarında produkt işe düşüp başladı. Hazırcha özü 30-40 adam işlep turibdi. Bunda planda xudo xolasa klinika, mehmonxona açılgandan keyin kamida shu zdaniyani o'zida 200-300 adam ishlaydi. Quyosh panellaridan foydalanacakmiz, subsidiyalardan. 20% chegirma bo'ladi ekan. Сондай-ақ осы аймақта Атажан Құдашқұров атындағы амфитеатр имараты барып көрілді. Соны айтып өту керек, осы күнге шейін районда бұндай орынның жоқлығы есепке алынып, президентіміздің бастамасымен 2000 орынлық амфитеатрдың құрылысы өткен жылы қолға алынып еді. Қазіргі уақытта имарат құрып біткеріліп, тапсырылу алдында тұр. Жоғарғы кеңес басшылығы бұл жерде болып, істелінуі тиіс жұмыстар бойынша тапсырмалар берді. Bundan соң районда өткен жылы жұмыс басылаған тоқылған һәм трикотаж шұлық істеп шығару карханасы жұмыслары ітібарда болды. 10 жылдық тәжірибеге ие іспілермен Ташкентте Әзім шәһәрден өзіміздің ауылға қайтып, жерлеслерімізді жұмыспен тәмелеп отырғаны хақиқатында да ітібарға лайық. Қытай техника стикарында жұмыс алып барып отырған бұл кархананың өнімдері ішкі базардан тысқары Қазақстанға экспорт ету мөлшерленіп отыр. 10 ta stanokimiz bor edi. Yaxshi bo'ladi ishlasa. 2026 yil yanvar oylarına borib turib, Xitoyda ishlab chiqarilgan uskunalardan yana 10 dan olib keldik, zamonaviylaridan. Unda xudo xolasa shu 20 dana stanokimizni 2026 yilda to'liq quvvatimiz bilan ishlashni boshladik. 3 ish o'rnini yaratib turib boshladik. Hozirgi vaqtga kelib turib 10 dana ish o'rni yaratib qo'yibmiz. Kelgusida xudo xolasa yana ham hali stanoklarimiz olib kelish niyatlarimiz bor. Bular ham amaliyotdan bodam bo'lsa, Xudo xolasa bir 50-60 odamni ish bilan ta'minlab bilamiz. Toshkentda, Jizzaxda, boshqa viloyatlarda uchraspaydigan isplermelar uchun yengilliklar bor, qanday yengilliklardan foydalanib o'tirsiz? Elektr energiyadan shu 15% skidkamiz bor. Bu narsani Toshkentda biz lekin olmaganmiz lekin to'g'risi ishlatmaganmiz. Endi u ham bir ozgina bo'ladigan bo'lsa ham yordam bo'lyapti. Baribir endi bizning ishimiz faqat elektr energiya bog'liqda. Isitishimiz ham hatto elektr energiya bilan bog'liq bo'ladi. Uyimizda yaqin bo'lsa, sentyabrda ochilgan bo'lsa, oktyabrda ishga keldim shu yerga. Uyda ishsiz o'tirdim, yosh bolam bor edi. Ara-sara ishdan endi abit vaqti borib qizlarimdan, bolalarimdan ham xabar olib kelaman. Biz uchun yaxshi bo'ldi bu ish ochilgani. O'zingizning turaqli жұмысыңыз bo'lgan yaxshi baribir, yaxshi. Necha so'm oylig'ingiz? Oyligimiz 2 milliondan 3 million edi. Qalay, ne deb o'ylaysiz, sapalmi? Importga kelib o'tirgan shuluqlardan Sifati zo'r, yaxshi. O'zlarimiz ham misoli olib kiyib o'tiribmiz bundan.
Районда пайдаланылмай турган объекттен эслеп чыгаруудан нәтижелүү пайдалануу максатында Сплермен Гайрат Машарипов Декор класс жоопкерчилиги шектелген жамияты Россия Өзбекстан коспа карханасын шөлкемлештирип, бул жерде шише ыдысларына декоратив эслеп берүү жойбарын амелге асырмакта. Кытай техника стекарында жумуш алып баруу режелештирилип атырган бул кархананын жылдык эслеп чыгаруу көлөмү 30 миллиард 500 миллион сом. Жылына 48 миллион дана шише ыдысын эслеп чыгарып, өнүмлөрдүн 30%-ын ички, 70%-ын экспортко чыгаруу мөлшөрленмекте. Firmamiz 2024-yil tashkil topgan. Hozirgi kunda kiritilgan investitsiyalar 3 million dollarni tashkil qilyapti. Korxona birinchi etapda to'liq realizatsiya qilingandan keyin 80 ta odamni ish bilan ta'minlash niyatimiz bor. Bu yerdan yana bir shisha zavod qurish niyatimiz bor. Xudo xohlasa bu 2027-yilda ushbu loyihamizni amalga oshirish ishlari boshlanadi. Hozirgi kunda Qoraqalpog'istonda yer mulk bo'yicha ishlab chiqaruvchilarga elektr energiyasidan 15% chegirma hisobida hozir imtiyozlar berilgan va korxona bundan to'liq quvvatda foydalanmoqda. Сондай-ак Жохаргы кеңес басшылыгы осы күнү районда жаңадан ачылган мейманхана һәм клиникаларды барып көрдү. Акыйкатында да халк абадалыгы жолунда көплөгөн ийгиликлүү ислер амелге асырылып атырган болуп, булар биринчи нөбөттө халк үчүн колой турмуштук шараят һәм кызметтердин шөлкемлештирилүүнө имканият жаратмакта. Avval bir foydalanmay turgan obyekt edi bu. Tadbirkorlarga yaratilgan sharoitlarga ko'ra shu mehmonxonani ochdik, xudo xolasa yo'lga qo'ydik. Yana ham ishlarimizni kengaytirish niyatingiz bormi? Bor. Masalan, mana shu orqa tomoni bor, u yoqdan basseyn, shunaqa narsalar qurish kerak. Qo'shimcha ish o'rinlar yaratish niyatimiz bor. Niyatimiz sayohatga kelishadi, masalan, turistlar dam olishga bir qulay, dam olib yana yo'lini davom ettiraveradi. Районду социалдык-экономикалык рагажландыруу, камбагалыкты кыскартуу, халыктын бантлыгын ta'minlөө hamda инвестициялык жойбаларды амелге асыруу багдарындагы берилген тапсырмалардын орунлануу маселелери күндүн экинчи ярымында Каракалпакстан Республикасы Жохаргы кеңесинин башлыгы Аманбай Орунбаевдин баштыгында тийиштүү жоопкер канигилердин катнашуунда өткөрүлгөн мажлисте кеңинен талкууланды. Атап өтүлгөнүндөй Төрткүл районунда ауыр категориядагы 9 махалледе ар бир махаллеге 3 миллиард сомдон ажыратуу һәм инфраструктурасын жакшылоо белгиленген. Сондай-ак Өзбекстан Республикасы президентинин 2025 жыл 8 октябрдеги өз алдына район һәм махаллелерди халыктын жасабы һәм исбермелик жумушу менен шугуллануу үчүн үлгүлүү аймакка айландыруу илаждары хакында карарына муапык ар бир районда 2 махалледен таңлап алынып, жаңа Өзбекстан келбетиндеги махалле шөлкемлештирүү белгиленген. Бул үчүн Төрткүлдө Яшнабад һәм Пактачы махаллелери таңлап алынган. Бүгүнкү күндө бул махаллелерде амелге асырылган жумуштардын манзили тизими ислеп чыгылган. Бирок зарыл каржылар ажыратылмаганлыгы себепле жумушлар башланбаганлыгы сынга алынды. Бүгүнкү күндө районда жами 49 букаралар жыйынларынан 7 махалле өз кызмет имаратына ээ эмес. Осы орунда айтып өтүү орлу, президентимиздин Өзбекстандын башка аймактары үчүн уруксат берилмеген, айне Каракалпакстан үчүн берилген имканиятынан натижелүү пайдалануу зарылыгы атап өтүлдү. Ягни мамлекеттик жеке шериктик декарында махалле жыйыны үчүн 120 квадрат метрден киши болмаган имаратты курган инвесторго осы имараттын калган бөлүгүнө мүлк хукуку берилүү тартиби энгизилген. Сондай-ак мажлисте басламалы бюджет багдарламасына ажыратылган каржылардын биринчи нөбөттө махаллелердеги социалдык машкалаларды шешүүгө жумшалуу, халыктын электр энергиясы тутунуунун 40%-не чеким кош панеллеринен пайдаланууду ta'minlөө боюнча берилген тапсырмалардын орунлануу сөз болду. Сонун менен бирге Төрткүл району боюнча 2025 жылда жами 1737 камбагал шаңаракты камбагалыктан чыгаруу, жумуссуздук дарежеси 5,7%-тен 5,6%-ке түшүрүү режеси белгиленген еді. Бирок бул көрсөткүчлөрдө толугу менен ууруланбаган. Эсабатларга косуп жазуу жагдайлары эли учурасып атырганлыгы катаң сынга алынды. Yuqori Kengash raisimiz tomonidan bizlar yo'l qo'yib kelayotgan kamchiliklarni aytib o'tildi. Bir qator bu kamchiliklarimiz chorvachilik va parrandachilik bo'yicha bo'ladi. Шаруашылык, кушчулук жойбарларын амелге асыруу үчүн халктын баантлыгын ta'minlөө үчүн бир катар жеңилдиктер, субсидиялар, ссудалар бар, Ушулардан эмне үчүн өз убактында өнүмлүү пайдаланылмай атырмы? Ko'pchilik mahalla aholisi bilmaganligi sabablimi shu mahalla xodimlar, yettilik xodimlari asosan yoshlar yetakchilar bilan soliq xodimlariga yuklatilgan bu
chorvachilik va parrandachilik bo'yicha ish tashkil qilish. Bu bo'yicha hozir imtiyozli kreditlarimiz ham yetarli, imkoniyatlarimiz ham yetarli berilgan mahallalarda. Masalan, necha protsent kreditlar bor? 18%dan mahallalarda oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha chorvachilik va parrandachilik bo'yicha kreditlar mavjud. 33 million so'mgacha edi. Hozirdan yaqindan boshlab u 50 million so'mgacha ko'tarilgan. Bir talay imkoniyatga qarab tursang, buni foydalanu kerak xalq, Endi xalq masalan xabar yo'q shigar, bilmagandan keyin ular qalay foydalanadi? Endi bunga asosan yoshlar yetakchilari va soliq xodimlari mahalladagi o'zining mahallasiga batafsil tushuntirib, qanday olinishi, tartib qoidalari, foizlari, qancha summasi ekanini tushuntirib, targ'ibot ishlarini olib borishlari kerak. Rejining o'rlanbavunda o'zingizda bir azmat bo'lsa da ayıplı deb hisoblab, bundan keyin oldingizga vazifa belgilab oldingizmi? Endi hozirgi Jo'qorg'i Kengash rais tomonidan berilgan kamchiliklarni yozib oldim o'zimga. Endi bundan buyoqda bu kamchiliklarga yo'l qo'ymaslikka harakat qilib, o'zlarimizning xodimlarimizga to'g'ri targ'ibot, tashviqot ishlarini amalga oshirishni maqsad qilib olganmiz. Сондай-ақ мәжілісте халықтың қосымша дарамат алуына көмектесу, абадан тұрмысын тәминлеу бағдарында президентіміз тарапынан жаратып беріліп отырған жеңілдіктерге де тоқталып өтілді. Атап айтқанда, Қарақалпақстан үшін өз алдына берілген жеңілдіктер дәуірі 2040 жылға шекем создырылған болып, 2027 жыл 1 январдан 2040 жыл 1 январға шекемгі дәуірде жер салығы, мүлік салығы ставкалары 90%-ке азайтылған халда қолданылады. Соны да айтып өту орынды президентіміздің 2026 жыл 5 февральдағы 2026 жылда аймақларды жаңаша жантасулар тикарында рауажландыру арқылы халықтың дараматларын арттыру, тұрақлы жұмыс орындарын жарату һәмде камбағалықты қысқарту үләжлар ақында қарар тикарында аймақларда халықтың бантлігін тәминлеу арқылы дараматларын арттыру, оларды кәсіп өнерге қамтып алу, аймақларда камбағалық һәм жұмыссызлық дәрежесін қысқарту, рәсми болмаған жұмыс орындарын легалластыру, ауыр категориядағы район һәм мәхәллелерде инфраструктура жойбарларын әмелге асыру бойынша бірқатар тикарғы вазипалар белгілеп берілген болып, бұл бағдарда алып барылатын жұмыслардың қаржы деректері де толығыменен шешіп берілген. Міне осындан келіп шығып, алдағы уақытта ісленуі тиіс вазипалар белгіленді. Мәжілісте жауапкерлердің өз вазипасына немқұрайдылықпен қарап отырғаны сынға алынды. Қате кемшіліктерге жол қойған айрым жауапкерлерге интизами жаза қолданылды. Зарар болса, лауазымына лайықтылығы мәселесін көріп шығу бойынша анық тапсырмалар белгіленді.